Достар, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмі өте керемет булочки дайындайтын боламыз. Қосатын қоспаларымызды описанияға жазып қалдыратын боламын. Жылы сүтімізге ванильді қант, жұмыртқа, қантымыз бен ашытқымызды қосып жақсылап араластырамыз. Үй температурасында майымызды қосамыз. Ұнымызды сала отырып, нанымызды илеп аламыз. Су майымызды бетіне кішкене құймалай отырып, нанымызды біріктіріп илеп аламыз. Бетін пленкамен жауып, нанымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Нанымыз көтерілгеннен кейін алып, жайып аламыз. Үй температурасында сары майымызды нанымызға жағып шығамыз. Қантымызға магымызды араластырып, жарты бөлігіне сеуіп шығамыз. Қантымызға корицаны араластырып, екінші бөлігіне сеуіп шығамыз. Қалаған қоспаларыңызды қоссаңыздар болады. Нанымызды дәл осы видеодағыдай орап шығамыз. Үстіңгі бөліктерін кесіп шығамыз. Жібімізді орай отырып, нанымызды дәл осы видеодағыдай кесіп аламыз. Пергамент қағазын төсеп, духовкада 180 градуста 30-35 минутта пештеріңіздің қызуына қарай қызарғанша пісіріп аламыз. Булочкамыздың дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер. Видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойыңыздар.